Біз қазақ деген жай жатқан елміз деп осыдан 3 ғасырдан астам бұрын елінің еңсесін тіркеу үшін жұртының жоғын түгендеген аруақты бабамыз Қаз дауысты Қазыбек Келдібекұлының туғанына биыл 355 жыл толып отыр. Иә, біз қазақ деген елміз. 3 ғасыр өткен соң бабасының аманатын ақтаған ұрпағы күллі әлемге тәуелсіз ел ретінде танылған елміз. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Топар кенті кітапханасы назарларыңызға қазақ халқының дана биі атты тарихи сағатын ұсынады. Қабыл алыңыздар. Қазыбек Келдібекұлы ұлы 3 бидің бірі. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болат Қожа атасынан шыққан, ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Арғы аталары Шаншар Абыз, Бұлбұл, өз әкесі Келдібек, есімдері елге белгілі әділ билер болған. Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен, ел аузындағы әңгіме, аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімді де жетелі. Халқының ауыз әдебиеті мен салт дәстүр, ата жол заңдарын мейлінше мол меңгерген, озық ойлы, әділде көреген, батыл да батыр адам болғандығын айқын аңғартады. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас би еткен. Бидің жастық шағымен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің өз ішінде рулық тайпалық алауыздықтар мен хандық билікке таластың неғұрлым өршіген, көрші мемлекеттердің көз тігуі жиілеп, жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап келді. Ел аузындағы аңыз әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі би батырлары бастаған елшілігіне ілесіп, алғаш рет қалмақ қонтайшысы Цеван Рабданға барғанында 14 жаста екен. Қылышынан қан тамған қаһарлы қалмақ ханының алдында қазақ билері жасқаншақтық танытып, күмілжіңкіреп қалған сәтте жасөспірім Қазыбек дат тақсыр деп жылқынып алға шығады да: қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күн болам деп тумайды. Ұл мен қызын жатқа, құл мен күн етіп отыра алмайтын елміз. Сен темір болсан, біз көмірміз, ерткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласын телткелі келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесен, шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсан, мен арыстан, алысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Бітім берсен, жөнінді айт, бермесен, тұрсатын жерінді айт депті. Жас баланың бұл сөздерінен бас алыспақ батырлықты да, ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ ханы әділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып, дауысын қаздың дауысында екен. Бұдан бұлай сенің есімін қаз дауысты Қазыбек болсын деген екен. Соның арқасында елшілік жау қолындағы тұтқынды шабылған мал, тонаған мүлігімен шашау шығармай қайтарып алып, елге олжалы оралған екен. Қазыбек бұдан кейін де жоңғарларға 2 рет елшілікке барып, ел намысына дақ түсірмей, көздеген мақсатын орындап қайтқан. Қазыбектен Бекболат, Қазымбет, Базаргелді, Барқы, Сырымбет есімді 5 ұл мен 1 қыз туған.
Қазыбек ұрпақтары ата-баба жолын қуып, сөз ұстаған парасатты әділ қазылар атанған. Баласы Бекболат одан кейінгі тіленші, Алшынбайлар да дүйім жұртты аузына қаратқан әділ де тура билер болған. Белгілі әнші композитор Мәди Бәпиұлы да Қазыбек бидің ұрпағы. Қазыбек би 1764 жылы Семізбұғы тауының етегіндегі Теректі қыстағында 97 жасында дүниеден өткен. Денесін баласы Бекболат Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апарып жерлеп, басына құлпытас орнатқан. Қазақ елінің әдеп ғұрыптарын қалыптастыруға атсалысқан, халқының еркіндігі мен азаттығын ойлап, ұзақ ғұмырын ат үстінде, ел шетінде, жау бетінде өткізген кемеңгер ойшыл, қажымас қайраткер Қаракесек Қазыбек есімі ұлттың есінде мәңгі сақталары аян. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.